Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ хандығының құрылуы. Сабақтың негізгі мазмұнына тоқталатын болсақ, ол хандықтың құрылуы, тарихи деректер, заңдар жинағы, мәдениеті, бақылау сұрақтары және де дерек көздер болып табылады. Сабақтың мақсаты ол халықтан хандық дәрежеге дейін көтерілген қазақ хандығының құрылуын, саяси тарихын, мәдениеті мен шаруашылығын зерделеудің маңызы зор екенін түсіну. Қазақ хандығының территориясы ата-бабамыздың тәуелсіздік жолындағы сан ғасырлар бойы жүргізген күрестері, шапқыншылық жорықтары, мәдениеті мен бізге қалдырып кеткен мұраларын анықтап, қазақ хандығының тарихтағы рөлін анықтау. Сабақтың міндеті қазақ хандығының тарихы туралы әртүрлі зерттеушілердің көзқарастарын, ғалымдардың зерттеулері мен пікірлерін қарастыру. Тарихтың әр кезеңінде жазылған негізгі ақпарларды салыстыру, оқып меңгеру арқылы қазақ хандығының шын мәнінде жүріп өткен жолын, нақты тарихын білу болып табылады. Осы қазақ хандығының құрылуы туралы ең алғашқы тарихтағы деректерді біз Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи Рашиди» атты кітабынан көреміз. Ол жерде осы сұлтандар батыс жетісуды құтты мекен ете отырып 1465-1466 жылдары Қозыбасыда қазақ хандығын құрды. Бірақ та ол мерзімді бір Алла ғана біледі деп нақты айтпаған. Өйткені Мұхаммед Хайдар Дулатидің өзі ол кезде қазақ жерінде болмаған еді. Және оқиғаны 100 жылдан кейін жазған. Және де осы қазақ хандығының құрылу мерзіміне байланысты кереғар көзқарастар да бар. Олар мысалға алып қарастыратын болсақ, Мұхаммед Хайдар Дулати 1465-66 жылдар дейтін болса, Сұлтанов 1470-1471 жылдар деп қарастырады. Махмуд ибн Вали 1469 жыл десе, Масанов 1468 жыл екендігін алға тартады. Бірақ та біз осы Қазақстан тарихын оқыту барысында Мұхаммед Хайдар Дулатидің айтқан дерегіне жүгінеміз. Қазақ сөзінің шығу тарихына кезек берер болсақ, қазақ сөзінің өзі қыпшақтар мекендейтін аймақта пайда болған деп санауға барлық негіздер бар. Бірқатар түркологтар пікірі бойынша қазақ терминінің бастапқы таралған жері шығыс дешті қыпшақ деп көрсетеді. Осы қазақ сөзі негізі жазбаша әдебиетте 1245 жылы мамлюктік Египет мемлекеттің қыпшақтары ортасында жасалған араб қыпшақ сөздігінде жазбаша деректемелер ішінде бірінші рет қолданылған деп саналады. Онда қазақ сөзіне еркін кезбе деген мән берілген. Осы қазақтың шығу тарихына байланысты да біздің атақты Шәкәрім Құдайбердіұлының туындысы бар, ол қазақтың түп атасы деп аталады. Және де Абдразақ Самарқанди, ол Матлақ ас-Сағдайн ва Маджмах әл-Бахрайн, яғни екі бақытты жұлдыздың шыққан және екі теңіздің түйіскен жері атты еңбегі туралы айта кететін болсақ, қазақ хандығының құрылу барысы 15 ғасырдың 50-70 жылдары жүргендіктен Самарқанди еңбегіндегі осы оқиғаларға қатысты әрбір мәліметтің шынайылығын өте жоғары деңгейде деуге болады. Себебі ондағы мәліметтерде хандықтың құрылу барысы туралы тікелей айтылмаса да, нақты өте дәл көрсетілген мәліметтерді пайдалану арқылы халықтың құрылу тарихындағы кейбір мәселелерді шешуге болады. Және де Колумбия университетінің тарихшысы көптен бері Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірлесіп жұмыс істеп келе жатқан Рафис Абазов Ватиканның құпия мұрағаттарын Қазақстанның белгісіз карталарын тапқан болатын. Яғни бұл карталар ол қазақ халқының билеушілерінің сыртқы әлеммен байланысты кеңінен орнатқан, Оңтүстік Азия, тіпті Батыс Европаға дейін қарым-қатынас жасаған айғақтайды. Ал осы суреттен көріп отырғандарыңыз ол қазақ хандығының туы болып табылады, яғни тұғырыл тарихымның тамыры деп айтсақ та болады. Ал бұл жерде 16 ғасырдағы қазақ хандығының картасы. Және де осы қазақ тарихында тек қана яғни шаруашылық, мәдениеттен бөлек тағы да заңдар жинағы болған. Оның ең біріншісі Қасым ханның қасқа жолы деп аталады. Ол Шыңғыс ханның яссысына негізделіп жасалған. Бұл Қасым ханның қасқа жолы 5 бөліктен тұрады. Ол мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік жоралары, жұртшылық заңы болып табылады. Одан кейін осы Қасым ханның қасқа жолына негізделе отырып, Есім ханның ескі жолы, яғни Есім ханның кезінде заңдар жинағы шыққан. Ол жерде 7 бөлімнен тұрған жерге қатысты заңдар, малға байланысты ережелер, мүліктік қатынастар, қылмыстық іс туралы, әйелдердің қоғамдағы жағдайы туралы, әскери міндеттілік туралы және де дәстүрлі шаралар мен кедейлерге көмектесу туралы мәселелер қарастырылған.
Одан кейін осы Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолына негізделе отырып жасалған Тәуке ханның жеті жарғысы бар. Яғни ол жерде 7 бөліктен тұрған. Ол бірінші жер дауы заңы, екіншісі отбасы неке заңы, содан кейін әскери заң, сот заңы, қылмыстық істер заңы, құн заңы және де жесір дауы заңы болған. Және Орта Азиядағы ұлттық мемлекет Қазақ хандығы туралы тағы бір дерек 18 ғасырда өмір сүрген Қытай императоры Цань Лунның панносы. Яғни оларда Қытай императорлардың әртүрлі мемлекеттік өкілдермен дипломатиялық сыйлық алмасу рәсімі бейнеленген. Осы дипломаттар қатарында Қазақ хандығының да өкілдері бар. Яғни қазақтардың 3 айрықты байрағынан олардың салтанатқа қатысқандығын аңғаруға болады. Яғни байқасақ, осы суретте қазақтарды бөліп көрсетіп тұр. Және де Қытай деректемелерінде, яғни Сюй Туджи 44-ші тарауында 10 бөлік қазақтарының жері шығыс жағындағы сол бөлік қазақтарынан 2000 ли шалғайда, ли деген ол шақырым дегенді білдіреді. Жерінің солтүстік жағы орыстармен шекараласады. Бұл бөлік Улакаюсы деп аталады. Сол бөлік қазақтарының оңтүстік шығыс жақ шекарасы жоңғарлармен, батыс жағы оң бөлікпен, терістік жағы Ресеймен шекараласады. Олардың ел өмірінде болып жататын күрделі мәселелерді шешу үшін дайым бас қосып, түрлі жиналыстар өткізіп отыратын жерінің аты Есіл деп аталады деген. Және де қазақ халқының салт дәстүрі жайлы деректерге келтіретін болсақ, адамдарының кездескен кездегі сәлемдесу салты тым қарапайым. Сәл иіліп, ассалаумағалейкум деген бір ауыз сөзді ғана айтады. Тамақтанғанда бұлар дастархандарына қасық пен сапы қоймай, ет тағамды қолдарымен алады. Үшіншісі, бұл елде аста төк тұрмысты мақтан ететін әдет бар. Адамдары ашық қанық түсті киімдерді ұнатады. Мінген ат немесе қашырларынан иір тоқымдарын да алтын не күміс түсті бояулармен әшекейлеп, алды артына сырмақ жауып, қоңырау іліп қояды деп көрсеткен. Қазақтардың шаруаларына келіп тоқталатын болсақ, Сюй Туджи аудармасынан қала кенттері жоқ мал жағдайын ескеріп, шөбі шүйгін, суы тұнық жайылымдары қуалай көшіп көшпенді мал шаруашылығымен айналысады. Қыс айларында қыстауларда қыстайды да, жаз айларында жайлауларда отырады. Өріс қоныстары тым тұрақты бола бермейді деп көрсеткен. Және де діни нанымдарға келіп тоқталатын болсақ, 15-17 ғасырларда қазақтардың Орта Азия халықтарымен экономикалық және мәдени байланыстарының дамуы Қазақстанда ислам дінін жеделдете таралып, ықпалы күшеюіне себепші болады. Қаралып отырған кезеңде ислам дінін таратушылар ең алдымен Түркістан мен Мауреннахрдан, Хорезмнен, Хиуадан, Қорасан мен Ираннан шыққан Орта Азиялық миссионерлер болды. Ол өз кезегінде қазақ көпестері мұсылман елдеріне барып, ислам діні іліміне тартылды. Жазбаша деректемелерде келтірілген мысалдар қазақтардың ислам дініне жаппай қосылғанын дәлелдейді. Бұл кезеңде қазақтар Құран оқып, намазға жығылып, ораза ұстап, неке қиюдың мұсылмандық ғұрпын жасаған. Өз балаларын мұсылман мектептерінде оқытқан. Және де осы қазақ хандығының құрылуы Қазақстан тарихы үшін белесті кезең. Бұл оқиғаның саяси һәм қоғамдық мән маңызы қазақ хандығының орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет болғандығында жатыр деп тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та өз жазбаларында жазған болатын. Және де айта кететін жағдай, өткенімізге көз жүгіртпей болашақты болжау өте қиын. Бүгінгі Қазақстан Республикасы аталатын мемлекетіміздің 15 ғасырда өмірге келген қазақ хандығының жалғасы. Қазақ хандығы халқымыздың тұңғыш мемлекеттік құрылымы, мәңгілік қазақ елінің тарихи тұғыры биік болып табылады. Және де бүгінгі біздің сабағымызды аяқтайтын болсақ, берілетін тапсырма осы 6 сұраққа жауап беріп, ұнатқан сұрақтарыңа студенттік өзіндік жұмысын орындайсыңдар.